Хамурапи патша Вавилонды қалай қуатты империяға айналдырды? Біздің заманымыздан бұрынғы 20 мен 19 ғасырларда Месопотамия қалаларының арасында болған үздіксіз соғыстар қалалардың әлсіреуіне әкелді. Вавилон қаласы маңызды саяси орталыққа айналды. Бұған қаланың орналасқан орны себеп болды. Вавилон арқылы құрлықтық және сумен өтетін сауда жолдары байланысып жатты. Суландыру жүйесі де дамыды. Қала каналдармен және қорғаныс қамалдармен қоршалды, ал оның көшелері кең болатын. Хамурапи біздің заманымыздан бұрынғы 1792-1750 жылдары патшалық етті. Ол бірінші Вавилон әулетінің 6-шы патшасы болды. Хамурапи шексіз билікке ие болған көшбасшы. Оның көреген және данышпан билеуші, шебер қолбасшы ретінде даңқы шықты. Жаулары оны айлакер және 200-ді патша ретінде таныды. Жылжымалы әрі жақсы қаруланған әскерді ұйымдастырған Хамурапи бірқатар ірі қала мемлекеттерді бағындырды. Даңқты билеуші Вавилонның шекарасын кеңейтіп, Месопотамияның барлық аумағында өз үстемдігін құрды. Өзінің қарамағындағы халқына Хамурапи данышпан заң шығарушы ретінде танылды. Оның шығарған заңдары мемлекеттің барлық тұрғындары үшін орындалуы міндетті ережелер болып саналды. Заңдар Вавилон тұрғындарының құқықтық жағдайын айқындайтын. Онда қылмыс жазалары белгіленді. Отбасындағы және адамдар арасындағы қатынастар реттелді. Хамурапи патша күшті адамдар әлсіз адамдарға қысым көрсетпеуі үшін мен өз сөздерімді тасқа қашап жаздым. Мен өз елімде әділеттіліктің жарығын шаштым деген екен. Вавилон патшалығында қатал иерархиялық жүйе, яғни басқару тәртібі орнады. Патша мемлекеттің билеушісі болды. Ол өзін жер бетіндегі құдайдың өкілі ретінде танытты. Абыздар патшаның билігін шектеп отырды. Мемлекеттің сот жүйесінде негізгі қызметті патша соты атқарды. Ғибадатхана және қауымдар соты өзінің ықпалынан айырыла бастады. Оның қызметтерін патшаның сенімді өкілдері іске асырды. Мемлекеттік қызметтерді шенеуніктер, яғни патша әкімшілігі иеленетін. Мемлекетті басқару жүйесінде хатшылар маңызды рөл атқарды. Қалаларды әкімдер басқарды, ал ауылдық аймақтарда басшылық етуге қауымдық кеңестер мен қауым ақсақалдары сайланды. Олар шаруалардың, қолөнершілердің, саудагерлердің өмірін, сонымен бірге құлдардың еңбегін қадағалады. Патша ауыр және жеңіл қаруланған жауынгерлеріне арқа сүйеді. Оларға әскери қызметі үшін жер үлестері берілетін. Әскерде қатал тәртіп орнады.